Сәлем достар, көңіл күйлерің қалай? Керемет па? Мен де бүгін сендермен керемет бір тақырыппен бөліспекшімін. Яғни бүгін 7-ші сабаққа келдік. 7-ші сабақтың тақырыбы да өте маңызды. Біз алдындағы сабақта дифференциалды алгоритм, интегралды алгоритм, тағыдан есте сақтауды, қалай тақпақты, суреттерді, кез келген нәрсені қалай ұзақ мерзімді есте сақтауға болатын туралы өткен болатынбыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз назарды бір жерде ұстау. Назарды, яғни фокусты бір жерде ұстау. Күн қазір шашыраңқы болып тұр ғой. Біздің де назарымыз осылай шашыраңқы болады, егер оны бір жерде ұстауды үйренбесек. Егер де жаңағы лупа сияқты күннің сәулесін бір жерде ұстауды үйренетін болса, кез келген жерді жандырып жіберуге болады. Яғни кез келген жасаған әрекеттен нәтиже алуға болады деген сөз. Сондықтан бұл жерде назарда ұстаудың көптеген жолдары бар. Солардың қазір бір-екеуін көрсетпекшімін бүгін. Бірінші жаттығу саусақ жаттығу дейді. Қолымызды дәл осылай қоямыз. Және де мына саусақтарды бұлай қоса отырып, бір-біріне тигізбей. Осылай, осы күйде мәтінді оқитын боламыз. Кез келген мәтінді аламыз, осылай оқимыз. Мәтінді оқып отырып, саусағымызды бір-бірімізге тигізіп алмауымыз керек. Бір қалыпта, егер жылдамдықты арттырам десе, жылдамдығын арттырған сайын, сен де мәтінді оқу жылдамдығы артады. Яғни мәтінді оқып жатқан кезде кейде ойлаймыз ғой, ана бір досым не істеген еді, маған кеше мынандай сөз айтып еді ғой, оған былай жауап беруім керек еді деген сияқты. Или қазір мен подружкама звондай салайыншы, бір нәрсе сұрай салайыншы деген ойлар кітап оқып жатқан кезде келмеу үшін, назарды бір жерде ұстау үшін дым қиындығы жоқ. Саусақ қолымызды осылай алып аламыз, саусағымызды былай отырып, кітапты, мәтінді осылай оқимыз. Жақсы ма? Бірінші жаттығу. Екінші жаттығу есте сақтаудың, назарды бір жерде ұстаудың тағы да бір несі. Кез келген бір затты аламыз. Мысалы, мен балалардың машинасын алдым. Бір оқушыға ол 1-2 минут қарайды, мынаны зерттейді, қарайды, сосын мен алып қоямын. Сөйтемде мен оған сұрақ қоямын. Мысалы, машинаның астында неше сызық бар еді? Машина неше болтпен былай қадалған еді? Алдындағы сызықтар нешеу? Нүкте, точка, тесіктер нешеу? Артында тағы да не сұрақ қойып болмайды. Дөңгелектің мына жеріндегі тесіктері қанша деген сияқты осыған байланысты әртүрлі сұрақтар қоюға болады. Сол кезде назарымыз егер бір жерде тұрақталған болатын болса, сұрақтардың барлығына жауап беріледі. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңды бір жерде ұстауға үйреніңдер. Өйткені назарларың қайда болса, энергияларың да сол жерде. Жақсы, сау болыңдар.